Kanalıma hoş geldinіздер. Бүгін біздер сіріне духовкаға салып пісіреміз. Ол үшін алдын ала бізге қойдың қабырғасы, қойдың құйрық майы, сәбіз, қызанақ, балғар бұрышы, жуа, 40 қабат керек болады. Біздер алдын ала жуып тазаланған қойдың қабырғасының етіне тұзымызды саламыз. Кішкене сұйық майды саламыз. Құямыз сұйық майды, содан кейін орегано, сосын перец, бұрыштың тартылған уақ бұрыштарды саламыз. Сосын әбден араластырып аламыз. Каналыма жазылмаған болсаңыздар жазылып, тіркеліп кетіңіздер, сонда салынған видеоларды көріп тұратын боласыздар. Бір жасағаннан шығатын жаңа рецепттер болады. Сосын протеинімізге біздер жаңа шағын майымызды жағып жеп, қойдың құйрық майын саламыз. Ақтап. Сосын құйрық майын салғаннан кейін жаңа қойдың сүйек етін салып шығамыз. Бәрін реттеп орналастырып аласыздар. Содан кейін үстіне сәбізімізді саламыз. Сәбізді ірілеп турасаңыздар да болады. Өздеріңіздің қалауыңыз бойынша турап шығасыздар. Содан кейін сәбізден кейін жуамызды саламыз. Картопымызды саламыз. Картоптың үстіне кішкене шаумай қосып жүрмін, тұзбен салып. Картопты да сіздер кішкентай болса 4-ке бөлесіздер. Сосын жуамызды саламыз. Содан кейін болгар бұрышын салыңыздар. Бәрінде 4 кубик қылып ірі турап шықсаңыздар болады. Содан кейін қызанағымызды саламыз. Қызанағымызды салғаннан кейін бетінен 40 қабатпен жауып шығасыздар. Қазанда қалай істелінеді, тап солай етіп істеп шығасыздар. Содан кейін пальганмен бетін жауып аласыздар. Жасап көріңіздер, дәмді болады. Духовкаға 180 градуста 2 сағатқа пісіресіздер.